Тұлға сүйектері. Тұлға сүйектері осы трунцы деп аталады. Ол омыртқа бағанасынан, қабырғалардан және төсектен тұрады. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, омыртқа бағанасы. Омыртқа бағанасы колумна вертебралис деп аталады. Ол адамда денелік механикалық тірегіш қызмет атқара отырып, 33-34 омыртқаның жиынтығынан тұрады. Омыртқа жотасын біз 5 бөлікке жіктеп қарастырамыз. Бастапқысы ол бізде жоғарғы жеті мойын омыртқасы. Ол вертебра cervicalis деп аталады. Тікелей бас сүйекпен байланысатын болып келеді. Әрі қарай ол кеуде омыртқасына ауысады. Кеуде омыртқаларының саны 12. Ол бізде тікелей қабырғалармен байланыс жасайды. Ол вертебра thoracica деп аталады. Келесі адамдағы ең үлкен омыртқалар, олар бізде бел омыртқалары. Олардың саны 5, оларды вертебра lumbalis деп атаймыз. Келесі адамда 5 бітіскен омыртқаның жиынтығы нәтижесінде түзілген 8 көз омыртқалары вертебра sacralis деп атаймыз. Ал ең соңғысы әрбір адамда өзіндік ерекшелігіне байланысты 3 және 5 омыртқаның көлемінде ауытқитын құйымшақ омыртқалары және адамда рудименттік белгі болып саналады, вертебра coccygeus деп аталады. Жалпы адамның омыртқа жотасы бізде белгілі бір иілімдерден тұрады. Ол бізде алдыға қараған лордоз, мойын және бел аймағында кеседі. Артқа иілген кифоз, арқа және бел аймағында орналасады. Жалпы бұл лордоз бен кифоздың түзілуі бізде ол баланың тууына байланысты. Бала туылған сәтте оның омыртқа жотасы бізде толығымен кифоз деңгейінде, яғни артқа иілген түрде болады. Кейін бала бірте-бірте даму кезінде оның мойын омыртқалары алдыға иіліп, яғни бала басын тік ұстай бастаған кезде оның мойнында лордоз пайда бола бастайды. Кейін бала отыруды, жүруді үйренген кезде оның белінде лордоз пайда болады. Яғни бала белгілі бір даму кезеңіне өткен кезде оның мойнында және белінде лордоз пайда болады, ал арқасында және 8 көзінде бізде кифоз пайда болатын болады. Жалпы омыртқалардың ішкі құрылысына тоқталатын болсақ, бізде омыртқалар денесінен тұрады. Денесі корпус вертебра деп аталады. Ол әрі қарай омыртқалардың доғасына ұласады. Омыртқа доғасы аркус вертебра деп аталады. Осы омыртқа денесі мен омыртқа доғасы қосыла отырып, омыртқалық тесікті түзеді. Ол бізде форамен вертебралис деп аталады. Кейін бұл форамен вертебралис басқа омыртқалардағы тесіктермен қосыла отырып, омыртқалық өзекті, яғни каналис вертебралисті түзеді. Каналис вертебралисте бізде көбінесе жұлын жататын болады. Жалпы омыртқа доғасынан бізде әрі қарай өсінділер тарайды. Өсінділердің саны 7, оларды тақ және жұп деп жіктесек болады. Таққа біз көбінесе артқа қараған осы жалғыз қылқанды өсінділер жатқызамыз. Қылқанды өсінді бізде процессус спинозус деп аталады. Келесі бізде атайтып тұрғандай көлденең орналасқан көлденең өсінділер процессус трансверсус деп аталады. Келесі бізде жоғарғы және төменгі омыртқалармен байланысу үшін қажет жоғарғы және төменгі буындық өсінділерді айтамыз. Жоғарғы буындық өсінді бізде процессус артикулярис супериор деп аталады. Төменгі буындық өсінді процессус артикулярис инфериор деп аталады. Буындық өсінділер болғандықтан олардың буындық беттері бар болып келеді. Жоғарғы өсіндінің буындық беті фацис артикулярис супериор деп аталса, төменгі буындық өсіндікі фацис артикулярис инфериор деп аталады. Жалпы омыртқалардың бізде осы денесі мен доғасының арасында бізде қосылған жерде жоғарғы және төменгі омыртқалық тілік пайда болады. Олар бізде өзінің жоғары және төменгі жатқан омыртқалармен қосыла отырып, омыртқа аралық тесікті түзеді. Мысалға, мына жерде бізде жоғарғы омыртқаның төменгі тілігі, яғни инцизура вертебралис инфериор, және төменде орналасқан омыртқаның жоғарғы тілігі инцизура вертебралис супериор қосыла отырып, мына омыртқалық тесікті түзді. Омыртқа аралық тесік форамен интервертебралис деп аталады. Әрбір омыртқаның бізде осы өзіндік ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, бізде мойын омыртқаларының ерекшеліктері, олар бізде күш оларға аз ғана түсетін болғандықтан, олардың денесі бізде өте кішкентай әрі сопақша болып келеді. Сонымен қатар, 2 және 5 мойын омыртқалардың қылқанды өсінділері, яғни процессус спинозус бізде 2-ге айырылған аша тәріздес болып келеді. Сонымен қатар, бұл омыртқалардың ерекшелігі, олардың көлденең өсінділердің орнына оларда бізде көлденең тесіктер болады. Форамен трансверзариум деп аталады. Бұл көлденең тесіктен бізде осы
бас және мойынды қанмен қамтамасыз ету үшін омыртқалық артерия мен тамырлар өтетін болады. Осы көлденең өсінділердің шеттерінде жұлын жүйкесінің жүлгесін шектейтін алдыңғы және артқы төмпешіктер болады. Алдыңғы төмпешік туберкулум антериор, ал артқы төмпешік туберкулум постериор деп аталады. Осы туберкулумге байланысты бізде адамда алтыншы мойын омыртқасында осы туберкулум антериор бізде жалпы ұйқы артериясымен сәйкес келеді. Сол себептен егер адамда жалпы ұйқы артериясынан қан кететін болса, осы алдыңғы төмпешікті баса отырып біз қанды тоқтата аламыз. Келесі тағы бір айтып өтетін ерекшелік, ол бізде жетінші мойын омыртқасы. Жетінші мойын омыртқасының қылқанды өсіндісі айтарлықтай ұзын болады. Сондықтан бұл омыртқаны біз көбінесе шығыңқы омыртқа деп атаймыз. Ол вертебра проминенс деп аталады. Қарап отырғандарыңыздай, басқа омыртқаларға қарағанда қылқанды өсіндісі айтарлықтай ұзын. Келесі бізде айтатын бірінші және екінші мойын омыртқалары. Бірінші мойын омыртқалары бізде айтарлықтай өзгешелік жасайды. Ол бізде ауыз омыртқасы немесе атлант деп аталады. Бұл омыртқа бізде алдыңғы доғасынан артқы доғасынан тұрады. Алдыңғы доғасы аркус атлантис антериор, артқы доғасы аркус атлантис постериор деп аталады. Және ол бізде оның денесі болмандықтан жұп бүйір бөліктерінің, яғни масса латералис атлантистен тұрады. Оның доғасының алдыңғы бетінде алдыңғы төмпешік туберкулум антериор және артқы төмпешік туберкулум постериордан тұрады. Артқы төмпешіктің артқы бетінде бізде екінші мойын омыртқасының тісі келіп орналасатын тістік шұңқыр, яғни фовея дентис орналасқан. Әрбір бүйір бөліктердің бізде буындық беттері болады. Жоғарғы буындық беттері және төменгі буындық беттері. Жоғарғы буындық беттері бізде фацис артикулярис супериор деп аталады. Ал төменгі буындық беттері фацис артикулярис инфериор деп аталады. Екінші мойын омыртқасына келетін болсақ, екінші мойын омыртқаны бізде көбінесе біліктік омыртқа немесе аксис деп атаймыз. Бұл омыртқаның басқа омыртқалардың негізгі ерекшелігі оның денесінің жоғарғы бөлігінде тісшесінің болуы. Оның тісшесі бізде денс деп аталады. Тісшенің өзінің алдыңғы және артқы буындық беті фацис артикулярис антериор және фацис артикулярис постериор орналасқан. Келесі айтатын бізде кеуде омыртқалары. Кеуде омыртқалары бізде басқа омыртқалардан айырмашылығы тек қана оның осы қабырғаларымен байланысатын буындық шұңқырларының болуы болып табылады. Бұл кеуде омыртқаларын біз типті және атипті деп бөлуімізге болады. Типті дегеніміз ол бізде басқаларынан ерекшелік жасамайтын омыртқалар деп аталатын болса, атипті деген ол белгілі бір ерекшелігі бар, яғни басқаларға ұқсамайтын омыртқалар. Мысалға, ондалардың қатарына біз ең бірінші омыртқаны жатқыза аламыз. Бірінші кеуде омыртқасының бізде жоғарғы жиегінде бізде толық шұңқыр және төменгі жиегінде жартылай шұңқыры бар болып келеді. Сонымен қатар бұндай омыртқалардың тағы біреуіне біз 10-шы омыртқаны жатқызамыз. 10-шы омыртқаның бізде жоғарғы бөлігінде тек қана жартылай шұңқыры орналасады. Ал 11-ші және 12-ші омыртқалардың бізде көріп отырғандай ортаңғы бөлігінде тек қана бір толық шұңқырлары орналасады. Типті омыртқаларға көрсететін болсақ, типті омыртқаларда фовея касталис супериор et инфериор орналасқан. Сонымен қатар бізде бірінші және 10-шы кеуде омыртқаларының бізде осы көлденең өсінділерінде, яғни процессус трансверсустарында осы омыртқалық қабырғалық шұңқырлары болады. Фовея касталис процессус трансверс болып орналасады. Келесі бізде адамдағы ең үлкен омыртқалар болып саналатын бел омыртқалары. Бел омыртқаларының айтарлықтай бір ерекшелігі жоқ. Олардың тек қана осы денелері басқаларынікіне қарағанда өте үлкен болады. Себебі оларға осы бүкіл күштің барлығы түсетін болғандықтан олардың денесі үлкен болуы қажет. Ал олардың осы қылқанды өсінділері бізде айтарлықтай үлкен әрі жалпақ болып орналасады. Келесі бізде ол айтатынымыз 5 бітіскен омыртқаның нәтижесінде түзілген сегізкөз омыртқасы. Сегізкөз омыртқасы бізде бірге отырып тек қана бір сүйекті түзеді. Ол сегізкөз сүйегі деп аталады. Оны ос сакрум деп атаймыз. Бұл сүйектің бізде жоғары қараған негізі базис озис сакри және ұшы
апекс озис сакридан тұрады, және бүйір бөліктері парс латералис. Сегіз көздің бізде негізі бізде оның ең шығыңқы бөлігі осы мүйістен, яғни промонториумнан тұрады, және екі жоғарғы буындық өсіндісі процессус артикулярис супериордан тұрады, және сегіз көздің қанатынан аля озис сакридан тұратын болып табылады. Осы сегіз көздің бізде жамбасқа қараған бөлігі, жамбастық беті, екі беті болады. Жамбастық беті ол бізде осы парс пильвина деп аталады. Бұл бөлігінде бізде осы 5 омыртқаның бірігу нәтижесінде пайда болған 4 сызықты айта аламыз. Бұл сызықтар бізде линея трансверсария, яғни көлденең сызық деп аталады. Сонымен қатар бізде осы тесіктерді көріп отырмыз. Бұл тесіктер бізде форамина сакралия антериор деп аталады. Сонымен қатар осы сегіз көздің екінші беті ол бізде артқы беті немесе дарзалды беті деп атаймыз. Дарзалды бетінде бізде тесіктер тағы бар. Бұл тесіктер бізде форамина сакралия постериор деп аталады, және бұл жерде бізде 5 сызықты көре аламыз. Бұл сызықтарды біз тақ және жұп деп жіктейміз. Тақ қырқаға біз тақ қырқасына криста сакралис медиананы жатқызамыз. Ол бізде дәл ортасында орналасады. Келесі бізде жұп қырқаларға біз аралық қырқаны жатқызамыз. Криста сакралис интермедиа, міне криста сакралис интермедиа. Келесі бізде соңғы қырқа, ол бізде криста сакралис латералис, яғни латералды сегіз көзді қырқа деп аталады. Осы аралық және латералды қырқа бізде жұп қырқаға жататын болып табылады. Осы сегіз көздің біз жаңа айтып өткен парс латералисінде, яғни латералды бетінде бізде екі анатомиялық құрылым орналасқан. Біріншісі ол бізде құлақшалық буындық беті, яғни фацес аурикулярис. Бұл құлақшалық буындық бетімен ол бізде жамбас сүйегіне байланысатын болады. Ал осы құлақшалық буындық беттің төмен жағында осы сегіз көзінің бодыры орналасқан. Бұл бодыр бізде тубероиста сакралис деп аталады. Соңғысы ол бізде осы адамда рудименттік белгі болып саналатын, жаңа айтып өткендей 3-5 омыртқа деңгейін ауытқитын осы құйымшақ омыртқасы болып табылады. Құйымшақ омыртқасы бізде ос кокцигус деп аталады. Олардың ішіндегі ең жақсы дамығаны бізде біріншісі болып табылады. Осы біріншісіндегі осы жоғарғы буындық өсінділерінің қалдықтары бізде жұп құйымшақтың мүйізін түседі. Ол бізде корну кокцигиумды түзетін болып табылады. Осымен омыртқа жотасының ерекшеліктерін айтып өттік. Келесі айтатынымыз ол бізде төс сүйегі болып табылады. Келесі сүйек бізде бұл төс сүйегі. Төс сүйегі бізде кеуде торын құруға қатысады және тұлға сүйектерінің қатарына жатады. Төс сүйегі бізде мына қабырғалармен байланысады, сондықтан оның осы қабырғалық тіліктері бар болып табылады. Төс сүйегінің өзіне тоқталатын болсақ, ол бізде 3 бөліктен тұрады. Біріншісі төс сүйектің сабы. Төс сүйектің сабы бізде манибрум стерни деп аталады, немесе оны тұтқасы деп те атауымызға болады. Келесі төс сүйектің денесі, корпус стерни, және соңғысы төс сүйектің симсер тәрізді өсіндісі, процессус ксифоидеус деп аталады. Сонымен қатар осы төс сүйегінің бізде міне жаңадан көріп тұрғандай тіліктері бар болып келеді. Ең біріншісі ол бізде жоғарысында орналасқан міне тақ тілік, ол бізде мойындырақ тілік деп аталады. Оны инцизура югулярис деп атаймыз. Ал оның жанында бізде осы бұғана сүйекке бекитін бұғаналық тілік, ол бізде инцизура клавикулярис деп аталады. Сонымен қатар осы төс сүйектің денесінде осы 7 қабырғалық тілік бар болып орналасады. Ол бізде инцизура касталис деп аталады. Сонымен қатар бізде осы төс сүйектің тұтқасы мен денесінің біріккен жерінде осы төс сүйектің бұрышын түзеді. Ол бізде ангулус стерни деп аталады. Келесі бізде қабырға коста деп аталады. Адамда 12 жұп, яғни барлығы 24 қабырға бар болып келеді. Жалпы қабырғаларды біз 2 бөлікке жіктеп қарастырамыз. Ол біріншісі бізде шеміршектік бөлігі және сүйектік бөлігі. Шеміршектік бөлігі ол бізде қабырғалық шеміршектен, яғни карсилаго касталистен тұрады. Оның ол бізде қабырғаның алдыңғы бөлігін құрайды, және оның жоғарғы жетеуі бізде осы төс сүйекпен тікелей байланысатын болады. Осы қабырғаларды біз белгілі бір қасиетіне байланысты жіктейміз. Мысалға, олардың бастапқы жетеуі бізде тікелей төс сүйекпен өзінің шеміршегі арқылы байланысатын болғандықтан, оны біз нағыз қабырғалар, яғни коста вера деп атаймыз. Ал
сегізінші және 10-шы қабырғалар, олар шеміршектері бізде мына шеміршектері тікелей байланыспайды, яғни осы өзара бірге отырып барып төсекке байланысатын болғандықтан оларды бізде көбінесе жалған қабырғалар, яғни коста спория деп атаймыз. Ал 11-ші және 12-ші қабырғалар, олар төсекпен тікелей байланысы жоқ, оларды көбінесе қозғалмалы немесе тербелмелі қабырғалар деп атайды, ол коста флуктуантес деп аталады. Қабырғалардың осы сүйектік бөлігіне тоқталатын болсақ, бұлар бізде 3 бөліктен тұрады. Біріншісі ол бізде қабырғаның басы, капут коста деп аталады. Келесі ол жіңішкерген бөлігі, коллум коста, яғни қабырғаның мойны. Ол ары қарай осы қабырғаның ұзын бөлігі денесіне, яғни қабырға денесі корпус костаге ұласады. Жалпы бұл қабырғаның басында бізде осы омыртқамен байланысатын буындық беті бар, яғни бұл бізде фациус артикулярис капитис коста деп аталады. Осы қабырғаның мойны мен денесіне ұласатын жерде бізде осы қабырғаның үшбұрышы орналасқан. Бұл бізде ангулюс коста деп аталады. Бұл үшбұрышта бізде осы туберкулум коста, яғни қабырғаның төмпешігі сәйкес келеді. Бұл төмпешікте бізде буындық беті бар болып табылады, себебі бұл төмпешік арқылы бізде осы қабырға бізде омыртқаның көлденең өсіндісіндегі шұңқырға байланысады. Сол себепті оның буындық беті болуы шарт. 2-ші және 12-ші қабырғалардың бізде сыртқы беті және ішкі беті, жоғарғы жегі және төменгі жегі орналасқан. Сонымен қатар осы 2-ші және 12-ші қабырғаның ішкі бөлігінде осы қан тамырларымен жүйкелер орналасатын. Міне қан тамырларымен жүйкелер орналасатын қабырғаның жүлгесін көріп тұрмыз. Бұл жүлгені бізде сулькус коста деп аталады. Бұл жүлге бізде 2-ші және 12-ші қабырғалардың арасында орналасқан. Бізде 1-ші және 2-ші қабырға айтарлықтай айырмашылық жасайды. 1-ші қабырға тоқталатын болсақ, ол бізде өте кішкентай болып келеді, және ол бізде қиғашынан емес, жалпағынан орналасатын болып табылады. Бұл қабырғаның бізде басқа қабырғаларды сыртқы және ішкі беті болатын болса, бұл қабырғаның бізде жоғарғы беті және төменгі беті, ішкі жегі және сыртқы жегі бар болып табылады. Сонымен қатар 1-ші қабырғаның бізде осы 1-ші қабырға бізде осы алдыңғы сатылы бұлшық ет келіп орналасатын төмпешігі бар болып табылады, туберкулум мускулес скалени. Бұл төмпешік бізде сулькус артерия субкляве, яғни бұғана асты артерия өтетін артерияның жүлгесі және бұғана асты венасының жүлгесін екіге бөліп тұрады.